Сілтеме. Зарина, сіз кеше болмадыңыз ғой? Иә, болмады. Не болды, не жағдай болды? Бір жағдайлар болып қалды енді, Балауса ханым. Қандай Айта жағдай? алмаймын. Айта алмаймын. Иә, бір сондай жағдайлар болып қалды. Ұйықтап қалатыныңыз бар еді ғой. Ұйықтап қалдыңыз ба не? Жоқ, Балауса ханым, мен келетін ем ғой ұйықтап қалсам да. Одан да бір ауырлау жағдай болып қалды енді. Айтып түсіндіру ұзағынан болып тұр да, сол үшін солай қала берсін. Біз тыңдаймыз, уақыт көп. Өзіңіз күлгеніңізге қарағанда айтатын сияқтысыз, айта алатын сияқтысыз ситуацияны. Жоқ, ұйықтамағам, шынымен. Ол тұрдым ғой, мен тұрардың. Бірақ келе алмай қалдым да. Не болды, неге келе алмай қалдыңыз? Ұйықтайтыны бар негізі. Білмеймін, неғып мойындамай жатқан. Жоқ, мен айтам, ұйықтадым ғой, хорошо, бірақ келетін ем ғой, бір жағдай болып қалды, сол үшін келе алмадым. Айта алмай отырмын. Кілт жоғалтып алдыңыз ба? Үйдің кілтін жоғалтып алған сияқтысыз. Жоқ, ол ашып кете салатын ем ғой. Жоғалтып алсам. Білмеймін, енді жақсы, қинамайық, бірақ староста енді қарап қойсаңызшы бір ауыз. Бір әлде сіздер доспыз, маусымдаспыз деп өзіміз төртеу-ақ қалдық деп көз қысып, сондай тәртіпсіздіктерге, бассыздықтарға мән бермейсіз. Қайырлы күн. Қайырлы күн. Добрый день. Гутен таг. Сайын. Камарджаба. Насихон ибил саба деп қойсын. Ой. Күндеріңіз сәтті өтсін баршамызға енді. Сәтті өтсін. Ертеңнен бастап Зарикош өзі айтты. Өзіңіз староста болғаннан кейін болды. Енді алдыңғы сезонның өзіміз 4-5 ақ қалған екенбіз, бір-бірімізді ұятқа қалдырмайық деген жаңа бір сөзі бар еді, Зарикош өзінің. Болды, бәрекелді. Иә. Сол балазаған көңіл күшті, барлығымыз Эфир жауып кетеді әйтеуір. Балзаған түсінбегенім, мына жігітті староста кім сайлаған негізі? Білмеймін. Әлде өз-өзін сайлап алды ма бұл бала? Енді өткен жолы Айбаттың алдында болды ғой бұл кісі. Алдында болса одан кейін де болу керек деген емес шығар енді. Жоқ, сайлап көрейік. Бекзат. Сол ғой сол. Жоқ, мен өзім түсініп тұрған жоқпын, просто бұл өзім қатты старостамын деп көтеріп жүрген сияқты. Жай болсын Жоқ, да. сайлап көрейікші енді, жақсы. Мысалы, Бекзат староста болсын дейтіндер. Қол шапалақ жасаңыздар. Мен ұсынып тұрған жоқпын, мен білемін Бізде бәрі бола еркін, алмайтынымды. әркім өз дауысы өзінде. Жалғыз жансая сізді қолдап тұр. Ал енді Біжай дегендер, Біжай староста болсын деп айтатындар. Баласан, 2, 4, 6 адам. Біжайдан кейін бәріміз қадырып енді. кетпейміз ғой. Ал Ернар староста болсын. 8 адамдай қалды, 9 адамдай болды. Елдар староста болса қалай бәріміз. Тыныш отырамыз, бәріміздер қарап, бүйтіп ше. Хризантема деп ше дейміз. Иә. Енді Алишер, сіздің бір үмітіңіз жоқ па? Менің үмітім қасымда отыр ғой. Ойбай. Старосталықтан үміт. Староста мен болғым келмейді Балауса ханым, шынымды айтайын. Өйткені мен қазір өзіңіз сұраңызшы, ешкім шапалақ соқпайды. Сұраңызшы мысалы. Алишер староста болсын. Мәссаған, ана жақта ақ ерке неге ұлдар болу керек дейді. Мектепте бір қыздар болу керек. Иә, қайырлы Мысалы, күн иә? ханым. Қайырлы күн. Мектепте қыздар болатын еді, мен қаншама жыл, миллион жыл староста болғанмын, мен таңғалып отырмын. Негізі староста деген ол андай өздері үздік адамдар болады ғой, ешқашан кешікпейтін, ешкіммен ұрыспайтын деген. Сондай адам. Құлап түстім енді, бірақ енді. Ұрыспайтын деген қате ғой? Иә. Жоқ, Біжай староста боламын десе, бәріне күнде бір пирожки алып беремін дейді. Күніге беремін. Сондай бар еді ғой сенде, иә? Бір депутат Бәрі келсе ғой. қандай болды сіздердікі? Кім қандай жағдай жасайды екен қатысушыларға деп. Бірақ өзің жемейсің. Ол қиын, ондай керек емес. Онда ашуланып жүреді, қарнаш адамды білесіздер ғой. Жоқ, Балауса ханым қызық болсын, шынымен де бір қыз болсыншы. Қыз? Шынымен де, иә. Бірақ енді стереотипті бұзайық та, енді мектепте әдетте қыздар староста болады. Мен де сыныбымда староста болып жүрдім сол. Бірақ енді қазір жігіттер болса, жігіттер атқарсын жаңағы бүкіл жұмыстың барлығын. Неге қыздар істей беру керек бәрі? Жоқ, Ернар, не дейсің өзі? Староста болып қалғың келіп тұр ма? Білмедім енді, мен алдыңғы сезонда болған негізі нормально ол жететін маған бір патолог. Айбек болған жоқ, Айбек соңынан болды. Мен басынан бастап Бауыржан аға біледі өзі. Мен сол кезден бастап жақсы староста болып келдім. Одан кейін Айбек екеуміз аяқ асты бірге болып кеттік, сондай моменттер болды. Бірақ енді таласпаймын енді. Староста мен боламын дейтін жандар болатын болса, үміткерлер болатын болса, ортаға бір Онда Біжай ма? Жоқ, Боласың ба староста? біздің ханзадамыз неғып үндемей отыр деймін да. Вроде бір ханзада болды. Мен староста болсам құрдымға кетесіңдер ғой бәрің. Бәрің андай бір қалай айтсам болады, екіде келіп ұрыс естіп осы жерде бәрің 9-да қайтып Жылтырап боласыңдар. Жылтырап дейсің. Сен ол жылтырап жүретін ол. Мен өз еркіммен Балауса ханым, мен өз еркіммен старосталықтан бас тартамын. Мен бастай ханзада болып қала берейінші өз орнымда. Енді бір өзімнің бір қаншайым болса сол. Қайтадан бір сайлап көрейік. Бізден сайланып тұрған Ринат дейік, және де Ернар дейік. Ол дауыс беріп көресіздер. Кімге көбірек қошемет болады, сол жан. Әлішер болмаймын деп бас тартып отыр өзі. Садәулет бас тартып. Я передумала. Я передумал. Көрейік, иә. Өткен өміріңізде деп жақсы. Жақсы, көрейік онда. Әлішер, сізде ойланып қалдыңыз енді. Дауыс беруге тиіс. Онда бірінші шапалақ, яғни бір қошемет екінші адамға көрсетілмеуі керек. Және үш жігіт өздеріңіз ешкімге дауыс бермей ақ қойыңыз. Мен соңғы голосование өтсем. Бірінші өздері бастай берсін. Жақсы.
Онда енді бірінші жасыл екен ғой, Ринаттан бастайық, иә? Ринат староста болсын дейтіндер қол шапалақтасын. Жансая мен Дәулет. Неге сіздер? Жансая мен Дәулет ше. Осы ханым негізі Ринат бар ғой, жігіттер бізде 11:30-да келу керек. Ринат 10:30-да келеді. Жауапкершілігі мол, сондай жақсы ғой, тәртіпті деген сияқты. Бірақ Алишер деп жатсыздар ғой, Алишер просто сіздер Қожаның жанары сияқты болып қорғап отырсыз. Иә, досым ғой, Алишер қатты кешігеді. Не үшін Алишер? Ол бір дисциплинаның кесірінен емес деп ойлаймын. Ол бір сені көру үшін ба келеді ғой негізінде. Айтпаса, ол ұйқыны қатты жақсы көретін адам Қыз негізі. болып тұрған Дәулет неге Бүжай үшін қол шапалақтап жатсыз? Енді шынымен де мен осы қанша байқап жүрмін, Бүжай уақытынан мүлдем кешікпейді, 1 минут та кешікпейтін жігіт негізі. Сондықтан Бүжай Баласа ханым просто Дәулетпен кеше Бүжай екеуі түнде жақсы сырласып екеуі жақсы болып дос болып кеткен сияқты менің ойымша. Жалпы дастархандас болып жүрген рас енді. Жиі дастархандас мен негізі бұндай андай староста болу неге ондай андай Қызықпайсыз. қатты нем қызығушылығым жоқ, просто Бүжай уақытысында келіп, кәдімгі дисциплинасы мықты болғаннан кейін. Үлгі, иә, сізге жақсы. Ринаттан 2 дауыс бар әзірге. Келесі бізде Алишер. 3, 4, 5, 6, 7 адам, 8 адам. 8 қатысушы Алишерге. Және де соңғы Ернарға деген тоғал. 3, 4, 5, 6, 7. Сіз Нұржан жаңа қол шапалақтадыңыз ғой Алишерге. Жоқ болмай, микрофонды алыңыз да кімге екенін айтыңыз. Және Әсем, сіз де 2 рет қол шапалақтадыңыз. Негізі Бүжай болған дұрыс қой, староста үлкен кісі болған дұрыс қой негізі. Онда сіз неге Бүжайға шапалақтамай, Ернарға шапалақтадыңыз? Шапалақ мен ысқырдым ғой, башы естілмей қалған ғой Бүжайға. Қойыңызшы. Шынымен ысқырып Былай отырмын. сіздер қайтадан сұрайын. Алишерге нақты неше адам? Алишерге деген қол шапалақтарыңыз? 4 адам. Нұрай мен әйтеуір Аягөздің қолдауы екі жақтап жақсы әйтеуір. Енді 4 адам болып қалды Алишерге. Ернарға деген. Қошемет. 6. 7 Нұржанмен де. 7. Сонда енді Ернар жеңіске жетіп тұр. Ернар сіз. Халқым рахмет. Сондай көрінеді. Ой, Ернар. Білмеймін, мен сөзсіз болып кете беремін всегда. Жақсы, бірақ енді уақытылы келіп, Ернар, кешікпей, дәл солай үлгі болып жүрсеңіз, енді егер де кешігіп жүретін болсаңыз, онда Ринатқа ауысып кетеді ау. Болды баласаған, келістік. Жақсы, біз енді эфирімізді бастайық, құрметті көрермен. Және де бастау үшін ортаға біз Жәнібекті шақырамыз. Қалайсыз? Сауынсыз шүкір жақсы. Бәрі. Күшті болып тұрсыз. Соңғы күндер рахмет, көңіл күйіңіз керемет. Жаңа Нұрайды да айналдырып жатсыз, қазір өзіңіз де айналып жатсыз әйтеуір. Басым айналып жүрген сияқты ма, сондай болып жүрмін өзі. Әйтеуір Маядан басыңыз айналып жүрсе жақсы. Солай. Шақырамыз ба Маяны? Иә, шақырайық. Бәрі жақсы шығар, иә? Жақсы. Мая. Қош келдіңіз, Мая, қалыңыз қалай? Көрдік, рахмет. Бәрі жақсы, керемет, иә, сіздерде? Қалыңыз жақсы ма? Болады. Болады. Неге? Білмеймін, кеше ғана жақсы болған. Неге білмеймін? Нұржан айтшы, кеше жақсы болды негізі. Ай, кеше жақсы болмады ау. Неге? Бұл араға қоспашы мен. Жағыр негізі, келмеселесін. Нұржан өзіңізбен өзіңіз мына жақтан қорқып. Білмеймін, негізі жай енді Білмейсіз. нелер шығар енді, бірақ күнделікті кездесу бәрі жақсы болып жүр бізде. Күнделікті кездесу болып жатса, онда фото-видеоңызды көріп алайық, содан кейін білеміз, сұрап, неге көңіл күйі жоқ, көрейік. Қалай сізге? Соңғы күндері кездесулер өте жақсы болып жатыр. Жәнібектікінен бастап қатысушылардың көбісі де барынша тырысып, әдемілеп, сапалы етіп түсіріп алып келіп
жүресіздер иә. Негізі біз жақында құрметті көрермен маусым кездесуін кім алады деген сұраққа жауап алатын боламыз. Сондықтан әлі де уақыт бар, тырысып қалыңыздар. Керемет кездесулерді көрейік жиі-жиі. Енді мынау өте әдемі жерге барып түсіріпсіздер. Ұнады ма Керемет сізге? шыққан, өте маған қатты ұнады. Біз енді осы старостымызға кішкене еліктеп, одан кейін Садәулет тауда жүретіні бар ғой деп бір есіме түсіп кетті да. Сөйтіп сол тауға барып жақсы бір әдемі нелер болды енді, локациялар болды деген сияқты, одан кейін демалып қайттық дегендей бар. Негізі бізде бәрі жақсы болған, негізі жақсы, негізі білмеймін, неғып көңіл күй жоқ, былай күнделікті кездесіп, күнделікті сөйлесіп жүрміз. Иә. Майя, Ұрсып тастайын сияқты. Бірақ мен кездесуді жақсы өтті деп жатқан жоқпын, просто бұл жерге баратын кезде бұл кісі маған жаз жерді, Майя, мен үлгере алмасам сен досым алып кетеді деді. Үлгерсем өзім алып кетем, кездесуге барамыз деді. Мен хорошо дедім. Кейін досы келіп алып кетті, бұл кісі үлгермеді. Кездесу бәрі идеально өтіп бітіп жатқан кезде мен тойға шақырып жатыр, жаңағы столикті басқарып беруім керек деді да. Сөйтіп ары қарай кешкісін досым алып барып тастай салсын деп досына салып жібереді. Дос екеуміз бірге отырып тамақ ішеміз. Сосын кешкісін хабарласам, бұл кісі той басқарып жүрген жоқ, достарымен кафеде жүр. мәссаған Жәнібек. Жоқ, оны мен түсіндірейінші. Жоқ, негізі, мен негізі басында үлгермейтін білдім, өйткені негізі осыны видеоны түсіремін, мен өзім інілерім бар, осы Ильяс, Мирас деген бауырларым, енді оларды үйінен алып кеткен болатын, алып кетіп, бірақ Майяға айттым, Майя, сені қазір досым дегенде, жақын досым негізі, Майя да таниды былай, Майяны алып кетті. Сол кейін алып кеткеннен сол тауда жүрген кезде енді бір уақыттарда Ернар хабарласты маған, біздің Ернар. Осындай бір өтініш жасады, негізі хабарласып, мен кішкене ауырып тұрмын, бүгін тойда едім, екінші дастарханда енді көмектесіп жіберші деген өзінің ниетін білдірді. Сонымен айттым, Ернар, әрине сөзсіз жарайды деп. Сол кейін сондай болды, біткеннен кейін кетіп бара жатқан кезде негізі Майяға түсіндірдім. Майя, осындай бір жағдай болып тұр, мен Ернарға баруым керек, бірақ үйге барып киімімді ауыстырып, бірақ барамын дедім. Сөйтіп бірақ Майяны айттым, Майя, енді сол досымыз, енді досыма салып жіберейін деп салып жіберген болатынбыз. Бірақ үйге барғаннан кейін мен барып киім ауыстырып жатқаннан кейін Ернар хабарласып қалды. Айтты, нетпей қойыңыз, болды, әуре болмай қойыңыз, бәрі жақсы, әдемі деді. Сол как раз класстастар жиналғаннан кейін класстастарыма кетіп қалдым. Сол Жоқ, ол жарайды. бір емес шығар енді. Кеше кездескенде ше Эльдар ме еді? Есіміңіз кім еді? Эльдар, екеуміз тамақ ішейік десек, Эльдарға жүр бізбен бірге деп қоймайды. Жоқ, екеуміз отырып тамақ ішуге болмай ма деп. Эльдарға жүрсе бұл кісі айтады, мен асығыспын, кетуім керек десе де қоймайды. Эльдар, жүр тамақ ішейік деп. Жәнібек. Не істейсіз Эльдарды? Эльдардың қарны қатты ашып тұр екен да. Қайырлы күн баласы ханым, негізі Жәнібекті Майя ханымды екеуі бірге шақырған, неге жүріп қайтып бізбен бар қайтып. Енді мен ұяламын ғой, не деймін сізге? Жоқ, бармасын деп айтпаймын ғой. Жоқ, мен оны примерно сездім ғой, сол жоқ бармаңызшы деп. Бұл кісі бармаймын деп Жоқ, айтыпты. оны Жәнібек сезбей тұр ғой. Жәнібек, сіз не үшін барғыңыз келді Эльдармен? Мен негізі жалпы андай ғой енді, мен андаймын да, мысалы, мен Майя негізі түсіндім шыны керек ше. Негізі Майя жалпы кез келген жерде негізі біз қыдырамыз ғой, қыдырған кезде Майяға негізі ризамын шыны керек, андай не жоқ та бүйтіп мына жерге барайық немесе мен барған жерге барып қойдық қой деген не жоқ, оның тарапынан ондай ештеме жоқ та, бірақ Майяда андай нәрсе бар екен. Жалпы байқағаным, Майяда былай пунктуальность бірінші орында. Пунктуальность. Мынандай сағатта, мынандай жерде, мынандай орында біз болуымыз керек. Сондай нәрселер бар екен өзінің, өйткені өзінің істейтін саласына сай ма, сондай. Және де романтикалық әсер жақын екен да, типа бір жерге міндетті түрде бірінші бронин қойып, сол жерге барып, енді романтикалық ужинға сәл ондайға бар екен да енді. Бірақ мен шыны керек табиғатында ондай дүние сәл жоқтау да енді. Майяға да түсіндім, Майя, мен негізі ондай нәрсе ондай сәл жоқпын негізі. Бронин деген дүние мен өмірімде жасамағам. Бронин деген нәрсені жоқ, дұрыс, иә. Андай бронь деген нәрсе мен қалай айтсам болады, оразада ғана істеген шығармын ауыз ашар кезінде. Сондай андай болады. Жоқ, ондай жағынан кішкене мен шорқақпын, шыны керек, келісемін. И Майя андай жағынан жақсы қарайды екен. Негізі ол дұрысқа бірден айтып алайын, достар, андай жағынан жақсы қарайды екен. Кішкене суды ашып беріп, құйып беріп, ондай жағынан ол негізі дұрыс. Бірақ мен мойындаймын да, ондайда сәл шамал жоқ. Кеше де бір андай кішкене ыңғайсыздан қолайсыз жағдай болып қалды, енді өзім ұялып қалдым. Андай су келді да, енді шөлде кеттім, шыны керек, құйдым да өзім үшін де қарсы Майя құймаппын, Майя бүйтіп тұр екен да. Сондай нәрселер енді шамал ондай бар, енді ондай ол жағынан мойындаймын. И және мен көп компашкада үйреніп қаламын, мен достарыммен жүріп нейді. Содан кейін Елдар тұрдым, айттым, Елдар ақыры қасымызда сол жүріп бірге тамақ ішейік деп айтқаным рас енді ол. Қайтамын, мен түлектерім, шаруаларым бар, асығыспын деп тұр. Еще маған ашылмайсың сен маған дейді, ашыла алмай жатсың дейді. Қалай ашыласың, бәрі топырлап жүрсе. Дұрыс айтасыз. Иә, енді баласы ханым. Қазір Жәнібек, сіз неге мысалы кетіп қалдыңыз ғой? Басқаруым керек деген сияқты шаруаларыңызбен барлығын түсінемін, бірақ енді кездесуде отырғанда бұл кісі де уақытын бөліп тұр ғой деген сияқты ойыңыз болған жоқ па? Тастап кетіп қалам ба деген сияқты?
иә ол жағын дұрыс айтасыз негізі ондай ой болды просто мен негізі ойладым түсінетін шығар енді деп ше қатты бір жағынан ернар ауырып тұрмын дегеннен кейін үйге де бару керек болды да сосын маяға айттым мен мая ол досым ғой жақын досым енді бірінші рет емес екінші рет бірге болып сен апарып тастасаңшы деп өтініш жасағанмын енді бірақ мен мойындаймын ол жағынан менікі дұрыс болмады енді негізі жоқ ол бір рет екі рет мақұл бірінші кездесуде үшеу болып шықтық екінші кездесуде біз көп компашка болып бардық одан кейін кездесуде біз әсел мен расулды алып кеттік одан кейін ағарке мен нұржанды алып кеттік содан кейін тауға да 4 адам 5 адам болып бардық еще кеше тағы добила прям эльдарды алып кетсек жүр деген бір оңаша сөйлесетіндей кездесу болған жоқ прям 99% біздің қасымызда адамдар болады постоянно Жәнібек неге олай мен енді түсіне алмай отырмын сізді ойыңызды жинақтап айтсаңыз әлде бір қыздан қорқасыз ба оңаша қалып сөйлесуге бізде жарнамадан кейін танысып жалғаса ма жоқ па бірге көреміз Тұран мен Айдананың таныстығы көпшілікке қызық көрінбес еді. Екеуі де әлеуметтік желіде бір-бірін бақылап жүріп, жай ғана сәлемдеп басталған хаттармен араласуды бастаған. Тұран жасы 30-дан асқан, ажырасқан, бірақ бір қарағанда өмірін ретке келтірген адам. Қалтасында азды-көпті ақшасы бар, сөйлеу мәнері сенімді. Айдана мінезі жұмсақ, көп адамға ашыла бермейтін қыз. Өзіне де, өзгеге де талапшыл. Жаңа таныстыққа оңай бара қоймайды. Бірақ Тұранмен сөйлесіп жүргенде алғаш рет біреуге сенгісі келді. Алғашқы кездесулерде Тұран өзін өте ұстамды, сабырлы етіп көрсетті. Үнемі өзі төлеп, ренжімей, асықпай сөйлейтін. Ол бұрын үйленгенін бірден айтқан. Бәрі артта қалды. Қазір жаңа өмір басталды деді. Айдана бұған аса мән бермеді. Ажырасу өмірдің бір кезеңі ғана. Адам өзгеруі мүмкін. Олардың байланысы ақырындап нығая бастады. Айдана бастапқыда өзіне шекара қойса да, уақыт өте Тұранға сеніп ашыла бастады. Бірақ арада бір түсініксіз сезім пайда болды, жігіттің көзінде бір түрлі есеп тұрғандай. Ол Айданаға қарайды, бірақ бір жаққа асығып жүргендей, бір нәрсені күтіп жүргендей көрінетін. Бір күні Тұран әңгіме арасында: "Екеуміз туралы пост жазсам қалай қарайсың? Айналамдағы адамдарға сені таныстырғым келеді" деді. Айдана сәл тосылып қалды. Жеке өмірін жұртқа жайғысы келмейтін. Бірақ ол кезде бұл жай ғана ұсыныс сияқты көрінді. Кейін Айдана бір танысының парақшасынан Тұран туралы жазбаны көзі шалды. Постта Тұран мен белгісіз бір қыз туралы бақытты жұп, екінші мүмкіндік деп жазылыпты. Сурет жоқ. Бірақ сипаттамадан ақ сөз Айдана туралы екенін түсінді. Ол Тұраннан мұны сұрағанда жігіт саспастан: "Иә, мен тек мотивация болсын деп жаздырттым. Бәрі еститін еді ғой. Бұдан не жамандық бар?" деді. Сол сәтте Айдана бәрін түсінді. Тұран үшін бұл қарым-қатынас тек өзі туралы ойлаудың бір жолы еді. Қарым-қатынасты жариялау арқылы өзін дұрыс көрсеткісі келген. Қызды емес, өз беделін ойлаған. Айдана үндемей қалды. Біраз уақыт ештеңе демеді. Бірақ сол күні онымен қарым-қатынасын тоқтатты. Дауласқан жоқ, реніш білдірген жоқ. Тек бір сөйлем жазды: "Мен адамын. Біреудің жоспарына айналғым келмей." Содан кейін Тұран үндемеді. Ал Айдана өз өмірін ары қарай жалғастыра берді. Бәрі бұрынғыдай емес еді, бірақ шындықты білу, өзіңді сақтап қалудың жалғыз жолы екенін ұқты. Басында бәрі қарапайым еді. Сәлемдестік, хат жаздық. Кездестік. Ол бұрын ажырасқан. Мен үшін бұл қорқынышты емес еді. Өмір түрлі сынақ. Адам өзгеруі мүмкін, түзелуі мүмкін. Солай ойладым. Ол өзін өте сенімді, сабырлы етіп көрсетті. Жанымда жүргенде тыныштық орнағандай болатын. Мен оған үйреніп бара жаттым. Сезім бе білмеймін. Бірақ сенім пайда болғаны рас. Кейін мен бір нәрсені байқай бастадым. Ол мені көргенде жылы қарайды, бірақ көзінде бір есеп тұрғандай. Бір бағытқа асыққан, бір жоспармен жүрген адам сияқты. Сосын мен өзім туралы біреудің парақшасынан оқып қалдым. Жаңа өмір. Бақытты жұп. Екінші мүмкіндік. Сурет жоқ. Бірақ мен екенін білдім. Басқа біреудің аузымен айтылған бақыт менікі емес екенін түсіндім. Мен ол әңгімеге қатысқан жоқпын. Мені біреу таныстырған жоқ. Менен сұраған жоқ.
Мен үнсіз қалдым. Сосын одан сұрадым. Ол саспады. Ештеңе жоқ қой. Жақсы ниетпен деді. Бірақ мен енді сенбедім. Ол мен емес, өз образын жақсы көрді. Ол маған қарай отырып, айналасына өзін қалай көрсетсем екен деп ойлап отырды. Сол кезде мен түсіндім. Бұл махаббат емес. Бұл рөл. Ал мен ешкімнің сценарийінде ойнағым келмейді. Сол күні мен кете бардым. Айқайлаған жоқпын. Сен мені бағаламадың деп жылаған жоқпын. Тек бірақ нәрсе айтқым келді. Мен адамын. Біреудің жоспарына айналғым келмей.